Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі 1 сынып 16 сабақ. 16 сабақ жуан және жіңішке жұп дауыстылар дейді. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал дейді. Отан. Отан сенің атанаң, отан досың бауырың. Отан өлкең астанаң, отан аудан ауылың. Отан тарих, отан тіл, жасаған елің, ер халқың. Отан өлең, отан жыр, көтерген көкке ел даңқын. Бүркіт Ысқақов дейді балалар. Осы өлеңді жақсылап мәнерлеп оқып, жаттап аламыз балалар. Жарай ма? Ал енді балалар жуан және жіңішке жұп дауыстылар дейді. Дауысты дыбыстар жуан және жіңішке болады, және олардың жұптарымен болады, иә? Мысал үшін, жуан дыбыстар бізде А, О, О, Ы. Ал жіңішкелеріміз есе осыларға жұп болып А, Ә, О, Ö, О, Ү, Ы, І. Және жұбы жоқ дауысты дыбыстар У, И, Е, Е. Иә, балалар? Енді сендерге түсінікті болса, келесі. Өлке, аймақ, өңір. Отан туралы білетініңді айт дейді балалар. Отан. Отан біздің туған үйіміз. Отан біздің туған жеріміз, ауылымыз. Отан біздің, жаңағы өлеңде не деп айтты балалар? Отан біздің досымыз, отан біздің бауырымыз. Отан біздің өлеңіміз, отан біздің жеріміз. Осы мынау күннің ішінде отан тұр ғой, иә балалар, жанындағы қоршалған жерге біз отан туралы өз ойларымызды жазамыз. Жарай ма балалар? Екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз дейді. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Көрдіңдер ме балалар? Отансыз адам, ормансыз бұлбұл дейді. Отаны жоқ адамның туған жері жоқ деген мағынаны көрсетіп тұр. Ормансыз бұлбұл деп тұр. Бұлбұлдың орманы жоқ деген сияқты ғой балалар. Осыны дәптерімізді алып, әдемілеп, көркемдеп, әдемілеп жазып шығамыз, иә балалар? Келесі, үшінші жаттығу. Бізде сөздерді салыстырып оқы, көшіріп жаз дейді. Ал, әл. Иә балалар? Бұл жерде қандай дыбыс болып тұр? Жуан дыбыс ал, әл жіңішке болып тұр, иә? Сан, сән, ыс, іс, тыс, тіс, он, үн, тұс, түс деп, иә? Енді қараңдар, сөз мағынасын өзгертіп тұрған дыбыстарды ата. Олардың дыбысталуына назар аудар дейді. Сөздің мағынасын қандай дыбыстар өзгертіп тұр балалар? Дауысты дыбыстар, яғни соның ішінде жуан мен жіңішке дыбыстар, иә балалар? Мысал үшін, ыс бізде жуан дыбысталып тұр, іс жіңішке. Сонымен қатар сөздің мағынасын да өзгертіп тұр, иә балалар? Сөздердің мағынасын қалай түсінгеніңді айт дейді. Мысал үшін, тыс, тіс. Тыс деген мысалы сырт немесе сырты деген мағынаны білдірсе, тіс кәдімгі адамның тісі, жануардың тісі деген сияқты, балалар. Он, үн. Он дегеніміз біздің нан жасайтын тағамымыз болса, үн деген адамның үні, бұлбұлдың үні, құстың үні деген сияқты, иә балалар? Сол сияқты сөздің мағынасын өзгертіп тұр. Төртінші жаттығу. Ұйқасын тап дейді. Бірінші, төрге оны төсеп, қабырғаға ілем. Оның аты кілем. Я, балалар? Оны төрге төсеп, қабырғаға іліп қояды. Оның аты бізде балалар кілем деп айталады. Келесі, ағып жатыр бұлақ, жағасында құрақ. Құрақ дегеніміз балалар, мына судың жағасында, яғни бұлақтың жағасында жатқан тастар, шөптер бәрі құралып, әдемі болып құрақ болып жатыр. Соны айтамыз балалар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Сабақ түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіруді ұмытпаңдар. Сау болыңдар.